пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның әсем сөзі. Бір күні бір сахаба айтады. Омардың баласы, Әзіреті Омардың баласы айтады. Күндердің күні байқасам, жұрттың барлығы таң намазына барады да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан түс жоруын сұрайды дейді. Күніге де енді таңда тұрғасын түсің есіңде қалады ғой. Жүгіріп бара деген намаз оқып болғаннан кейін, я Расулалла, мен түсімде осындай көрдім, мен түсімде осындай көрдім десе, пайғамбарымыз түстерін жорып береді екен. Сонымен мен түс көрмейін, немесе ұмытып қаламын дейді түсімді. Бірақ баламын ғой дейді. Боз бала кезі менде сол түс жоруды сұрағым келді дейді пайғамбарымыздан. Қатты сұрағым келді дейді. Сөйтіп түс көру үшін соларда барынша ықыластанып жүрдім дейді. Күндердің күні бір түс көрдім дейді. Әңгіме оның көрген түсінде емес, түс көреді да мешітке барады, бірақ сұрай алмайды. Содан кейін өзінің әпкесі пайғамбарымыздың әйелі болады ғой. Сол кісіге барады. Сөйтеді де сұрайды. Әпкетай, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сенің үйіңе келсе, мынандай деп сұрашы дейді. Қалай деп сұрайын? Мен осындай түс көрдім, не деп айтты дейді. Болды деп жарайды. Бірнеше күннен кейін енді әпкесінің кезегі келіп, пайғамбарымыз үйіне келіп кетті ау дегеннен кейін, әпкесінің үйіне қайтадан барса, әпкесінен сұрайды. Не болды аманатым десе, сұрадым дейді. Не деді десе, бір-ақ ауыз айтты дейді. Қандай? Пәленше деген жігіт қандай жақсы жігіт, егер түнгі намаз оқыса деп айтты дейді. Болды ма? Болды. Басқаша нәрсе жоқ па? Жоқ дейді. Содан кейін пайғамбар маған түс жорып берді ғой деп, өмір бақи түнгі намазды тастамадым дейді. Тағы бір, сол түнгі намаздан мен әдейі айтқым келіп отыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір кісіге дұға қылады. Дұға қылуына себеп ол кісі пайғамбарымыздан, я Расулалла, маған жәннатты сұрап берші дейді. Керемет қой, жаныңызда жүрсе, сіз жәннат сұрай алсаңыз. Бірақ ондай емес екен. Атаулла Сәкандари деген кісі айтады. Бір сондай нәзік дүниені түсіндіру үшін мен әдейі ұзақ айналып жатырмын, ренжімеңіздер. Алла тағала дейді, сені сүйсе, сенің аузыңа зікір сап қояды дейді. Бұл Алла тарапынан айтылған жақ. Біз жағынан айтылған жақты, сіз егер көп зікір айтып жүрсеңіз, Аллаға сүйікті боласың демекші. Екі жақта бар да. Сіз өзіңізді зікір айтуға көп ықыластанып, ақыры жақсы көрсеңіз, Алла сіздің сол зікір айтқаныңызды ол да жақсы көріп, өз жағынан айтылғанда, сіздің аузыңызға әрбір зікірді салатын Алла. Егер Алла тағала сізге, мысалы, қанша ықыластанам десеңіз де, лайықсыз болсаңыз, аузыңызға бәрібір зікірді салмайды. Мен соны айтқым келді. Осы бір нәзік тұс бар. Әлгі жігіт пайғамбарымыздан жәннат сұрайды. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның оған айтқаны: ей пәленше, маған түнгі намазың менен жәрдем бер дейді. Мән осында жатыр. Маған түнгі намазың менен жәрдем бер. Сұрау қандай еді? Я Расулалла, маған жәннатты сұрашы дегенде, жәннатқа лайықты болу үшін мен сұраймын, бірақ маған сен жәрдем бер түнгі намазыңмен деді. Яғни сіз лайықты болу керек екенсіз. Айтқым келгені, құрметті бауырлар, егер сіз маңдайыңызды сәждеге қоюшы болсаңыз, егер сіз зікір айтушы болсаңыз, егер сіз осы соңғы пайғамбарға сенуші болсаңыз, сол кісіге салауат айтушы болсаңыз, біліңіз, Алланың сізге деген ықыласы өте жоғары. Сізге қойған таңдауы, жауапкершілігі өте жоғары. Бұл сіздің бақытты сәттеріңіз. Алланың сізге деген ықыласы бар. Ендеше сіз бекер өмір сүріп жүрген жоқсыз. Сіздің өтіп атқан әрбір секундтарыңыз
әрбір минуттарыңыз Алланың ықыласында, сізге деген үмітінде. Енді Алла тарапынан осы болса, сіз тарапынан қандай болу керек? Сол нәрсені ақтау керек. Сол нәрсеге лайықты бола білу керек. Бұл нәрсені көбейту керек. Бұл нәрсені дамыту керек. Тастамау керек.